Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Оразаларыңыз қабыл болсын, ұстаз. Амин. Амин. Қалдарыңызға жақсы ма? Сіз әзірше жайғасып орнына болыңыз, мен жалпы таныстырып кетейін. Енді кіріп жатырмыз көрермендерге кейінгі. Бізде бүгін қонақта Аласқар университетінің түлегі, Нұр университетінің ұстазы Сарықбеков Асқарбек ұстаз. Асқарбек ұстаз, қош келдіңіз. Бүгін сұхбатымыздың тақырыбы мұнайдан да қайырлы болған қадір түні жайлы болмақ. Соған енді бізге бірінші сұрақ, жалпы қадір түні деген қандай түн? Тарихы жайлы қашаннан бастап бекітілген ол? Сол жайлы бастап айта берсеңіз. Енді шатастырып алмамыз керек. Қадір түні деген не? Қыдыр ата деген не? Қадір түні дегеніміз бұл қасиетті, бұлайда Құран түсірілген, бұлайдың ерекшелігі тек мұсылмандарға ғана арналады. Қадыр деген Қыдырдан бөлек Қыдыр ата деген ол арабша айтқанда Хидр, ол сонау Мұса пайғамбардың заманынан бері өткізілген бір қасиетті ардақты кісі екендігін байқатады. Енді риваяттарға қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы қадір сүресінің түсуінің бірнеше түрлі себептері бар. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Ибн Аби Хатамның риwayatында келтіріледі. Мужахидтің риwayatында пайғамбарымызға бір кісі келді дейді, сұрады. Осы алдыңғы үмметтерде мың ай бойы соғысқан, қылышын қығымнан тастамайтын, ылғи Алла жолында жанкешті болып күресіп жайында сұраған кезінде пайғамбарымыз соны айтып берген. Осы сөзді айтқан кезде сахабалар таңғалды. Не деген мың ай бойы не деген ондай жетеміз ба, жетпейміз бе? Сонда сахабалар таңғалып сұрап тұрған кезде Жебірейіл періште болса, сіздермен біздерге мәлім Қадыр сүресін түсірді дейді. Астағфиру билlah. إنا أنزلناه في ليلة قدر. Лейлатул Қадыр кешесінде осы Құранды түсірдік дейді. Лейлатул Қадыр хайрун мин әлфи шахр. Бұл Қадыр кешесі мың айдан да жақсырақ та дейді. Сонда жаңағы 83 жыл 4 айға созылатын уақыт, сондай уақытты мына бүгінгі күнде біз бір түнде орындап алып кетеді екенбіз. Бұл бір ғана риваяты. Сонан кейін ғалымдар тағы да басқа бір риваятына келтіреді. Демек бұл түндегі құлшылық. Бұл түндегі құлшылық сонау сол замандардағы жасап жатқан олардың неде құлшылығынан да Алла жолында күресінен де бәрінен де артық екендігін байқатады. Сосын бізде енді бір риwаяттарда жаңағы бұл түнде Құранның алғашқы аяттары түсті деп те айтылады ғой. Иә. Асқар өтсіз. Неде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам
неде үңгірде жатқан кезінде алғаш алғаш сүресінің Иқра сүресінің алғашқы 5 аяты түсірілгендігін айтады. Иннаху Анзалнаху анзалнаху фи фи лейлатин мубаракатин мубаракатин деген аятта осы қасиетті Құранды Құранды түсіргендігін білдіреді, әрі бұл бұл қасиетті түн екендігін. Өйткені Құранда шахру Өйткені Құранда рамадан шахру рамадан аллази фихил Құран. аллази фихил Құрану. Бұл айда Құран Бұл түсірілген деп айда айтады. Құран түсірілген деп айтады. Бұл Рамазан айы, бұнда Бұл Құран Рамазан түсірілген айы, бұнда Құран түсірілген деп айтылады. деп айтылады. Тағы осыған байланысты бір сауал болып тұрды. Енді Қадір түнін қалай қарсы аламыз, қалай өткіземіз? Бұл әуелі Қадір түні қай күн екендігі пайғамбарымыз айтпай кетті. Bir rivayette keltirеді, пайғамбарыммен айтайын деп келе жатыр едім. Алла Тағала мені есімнен шығартып қойды дейді. Бұл деген сөз бізден жасырып қойды. Біз бұл түнді ізденіп отыруымыз керек әрқашан. Өйткені 83 жыл 4 айдың сауабын бір түнде алып кету, ол жасырып қойған сайын бізге соғұрлым әр түнді іздеп отыру керек болады. Сондықтан ғалымдардың ортасында мынандай 3 түрлі көзқарастар да бар. Біріншіден бұл Рамазан айының ішінде 30 күннің ішінде келуі мүмкін дейді. Екіншіден бүкіл жыл 365 күнде де келуі мүмкін дейді. Бірақ басым көзқараста соңғы 10 күндікте келуі мүмкін. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде тақ күндерінде 21, 23, 25, 27 сияқты күндерінде келуі мүмкін. Ендеше түндерді бізден жасырып қою себебін жаңағы айтып кетіп жатырмыз. Бізге арнап айтып қойса біз сол күні ғана құлшылық ететін едік та, басқа күндері босап кетуі мүмкін еді. Алла Тағала Люқман сүресінің соңғы аятының қатарларында келтіреді ғой. Астағфирулла. Инна Аллаха индаху илмус саа. Алла Тағала қияметтің қашан болатынын екендігін өзі біледі. Ва я'ламу ма фил архам. Жатырлардың не көтеретіндігін, ұл ба, қыз ба, қандай болатындығын Алла Тағала біледі. Көтермей тұрып та екеуінің екі жастың екі хайуандардың аталығы аналығы болсын, олар не болатындығын Алла өзіне жасырып қойған. Үшіншіден жаңбырды жаудыратын яки жаудырмайтындығын өзі жақсы біледі. Алла Тағала. Төртіншіден кісі мә тәдри нәфсун мәзә тәксибу ғада. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Осы нәрселерді айтады Құдай Тағала. Яғни кісі ертең не жасайтын екендігін білмейді. Бұл деген сөз ертең не жасайтындығын білмейтін болса, яғни тағдырды білмейміз қандай болатын екендігін. Сондай қалай кісі қай жерде қалай өлетіндігін де білмейді дейді. Демек осының бәрін бізден жасырып қойды. Егер бізге бұның бәрін білдіріп қойған еді, біз сол күнге ғана дайын болған болар едік. Басқа күнді жаңағы бостықпен
бар шығар енді адамдардың арасында, бірақ көпшілігінде басымда бұл күндерді бос, құлшылықсыз тастап қоюымыз мүмкін еді. Мәселен, тағдырды бізге білдірмей қоюының себебіне келетін болсақ, егер бізге қай күні қайтыс болатындығымыз анық болса, біз бүгіннен бастап барлығынан күдер үзетін едік. Не тамақ ішіміз келмейді, не саудамыз жасағымыз келмейді, не құлшылық істегіміз келмейді. бір үлкен авантюрный жағдай дейді ғой, мысалы, сауданы да үлкен бір сауданы істейін деп күннен кейін несіне шығамын, енді сауданы істеп дегендей алдындағы тағдырын білетін болса, осылай жұмыс жасамай қою мүмкін еді. Сондай-ақ кісі өзінің қай жерде өлетіндігін де білмейді дейді. Қалай өлетіндігін. Ана жерде өледі екем деп біліп қойсаң, сол жерге бармайтын едің. Тура сол сияқты жұма күнде де Алла Тағала бізге жасырып қойған екен. Бір сағаттың ішінде бір уақыт бар, сол уақытта пенденің Алламен жасаған ортасында да ешқандай тосқауыл болмайды. Ол уақытта сәйкес келуімізге хадистерде үнделеді. Сол уақытты бірақ бізге айтып қойған жоқ. Бәлки жұма намаздарында айтылады, жұмаға ертерек барса, құтты бір үлкен ірі қараны құрбан шалғанмен тең, одан кейін барса, келесі қойды шалғанмен тең, одан кейін тауықты жұмыртқаны деген сияқты хадистерде келтіріледі. Бұл деген сөз жұмаға ерте бару екендігімен, бірақ 24 сағаттың ішінде бір уақыт бар, пенденің Алламен екеуінің ортасында ешқандай тосқауыл, перде болмайтындығын байқатады. Сол кезде біз дұға қылып қалуымыз керек болады. Демек 24 сағат бойы Аллаға дұға қылуда әрекет болады. Қияметте де солай білдірмей қойған бізге қай күн екендігін. Міне бұл Рамазан айының түнде болатын кешесінде қадірлі қасиетті күні бар екендігін бізге жасырып қойғандығы да осыдан. Сондықтан ғалымдар бұл Рамазан айының басында да өтіп кетуі мүмкін дейді. Ортасында да өтіп кетуі мүмкін дейді. Соңында да келуі мүмкін дейді. Бірақ жаңағы көзқарастарға қарай тұрып, соңғы мүмкіндігінде іздейтін боламыз Рамазан айының түнін. Енді бұл түнді қалай қарсы аламыз? Оның белгілері қандай болады? Әрине біз әрқашан тазалық сақтауымыз керек. Әуелі киімімізді, намаз оқитын жерімізді, бұл Алла Субханаху ва Тағала о баста бізге бұйырып қойған деген аяттарында, яғни намаз оқитын жерлерді, Кағбаны, соның ішіндегі мешітті, Құдай Тағаланың үйін таза ұстауымыз керек екендігі аяттарда айтса, келесі бір аяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне тікелей айтқаны бар, ол бізге де тиісті. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ киіміңді тазарта біл, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп. Демек бұл қабір түнінде біз алдын ала тазалыққа мән бердік. Киімімізді тазарттық. Ой тазалығы, жүрек тазалығы, дұға қылу үшін де, дұғамыз қабыл болу үшін де, соның бәрі керек екен. Осылай жол жасалғаннан кейін біз 27-іне, 25-іне, 21-іне негізі тіреліп тақалып қалмайды. Біз әр 30 күннің 30 түнінде де осындай әрекет жасауымыз керек болады. Сонда жаңағы айтылған қадір түніне соқтығысуымыз мүмкін. Құдай қаласа, мың айдың да сауабынан үлгеруіміз мүмкін. Содан кейін бұл деген сөз үмітсіз қалдыру деген емес. Иншалла, Құдай нәсіп етсе, хадистерге сүйенгендігімізден сол 27-ші түндерді, 25-ші түндерді әлгіндей айтқан талаптағыдай орындауға тырыса берейік. Ол деген бірінші тазалықты қылдық. Екіншіден, бұл Рамазан айының осы қадір түніндегі болатын белгілері таң ата күн шыққан кезде
Әлгіндей әлгіндей суық емес, не суық емес, не ыстық емес, не ыстық емес, күн сәулесін жоғарыға қарай шашып шығарушы еді. Бұл жолы олай емес. Құтты 15-14 түннің шуағы бәдір түні тарқалып тұрған кезіндегі секілді айдың бір нұры жарып сәулесі тарқалып тұрмайды ғой, тек қана мұның далада жарық болып тұрғаны ғана көрінген болса, тура осы сияқты белгіде болады дейді. Рамазан айындағы қадір түнінің таң белгілері. Енді біз осы түнде Айша анамыздың келтірген риwayatына байланысты Алланың елшісі мен осы түнге сәйкес болып қалсам, не істейін, қалай айтайын деп бір түрлі хадис келеді, соның біреуін ғана ескерейік. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Allah'ım sen keşirimdesin. Sen keşirudu жақсы көресің. Meni keşire gör. Allah'ım özün meni жарылқай көр. Деген дұғаларды айтып жүруіміз керек екен. Bir rivayetlerde keltirеді. Бұл түнде ла илаха иллаллах деген зікірді 3 рет айтатын болса, Осыны айтуға үндеген дейді. Яғни бірінші рет айтатын болса, Алла Тағаланың кешіріміне бөленеді. Екінші рет айтқан оны жәннатқа кіргізуге нәсіп болады. Үшінші айтқаны оның тозақтан азат қылуға нәсіп болады. Үш рет айтып жүру керек. Ла илаха иллаллах деген зікірлерді айтып жүру. Бұл ауызбен айтылатын құлшылық, зікір болатын болса, амалымызбен келетін болса, басқа да дене мүшелері арқылы. Бұл күн батқан мезеттен бастап таң атқанға дейін біз әрбір отырған ортада жақсы уағыз насихат, ғайбат, аулақ болып, жақсы нәрселерді айтып отырып, сондай-ақ қолымыз арқылы садақа, ихсан, зекеттерін бергісі келеді бұл күндерде адамдар. Өйткені бұл түндерде берілген құлшылықтың сауабы, бәлки бұл күн кеше қадір түні болып қалатын болса, мен қадір түнінде жақсылық істедім, ихсан жасадым, зекетімді бердім, адамдардың аузын аштым дегендей жауап қоя болады. Сондықтан бұл түндерді құлшылықпен гүлдендіруіміз керек болады. Жаңағы күнделікті әдетте болып жатқан жағдайды құлшылық ретіндегі ниетпен жасайтын болсақ, егінде құтты 5 уақыт намаз құлшылықтарымен де мысалы түнде тараух намазын оқимыз. Сол тарауқтан басқа тыс тағы да нәпіл намаздар шаман келгеніне қарай 2 рәкаттан оқи беруге де бола береді. Арнайы осы түнде осындай намазды оқысын деген жер жоқ, Құдай қаласа. Шамаңыз келгенше қанша құлшылық қылуға тырыса беруіміз керек болады. Бұл тәніміз арқылы жасалатын амалдар. Енді бір кезде адам құлшылық жасаудан шаршауы мүмкін. Шай ішіп отырып уағыз насихатқа жасалуы мүмкін. Мәселен, туған туысқандар болсын, құрдастарынан болсын, мешітте болсын. Әрине, мешітте болып өткізген құлшылық ең керемет құлшылық болып табылады. Өйткені ол Құдайдың үйі. Алланың үйіне рахым періштелері, жәрдем періштелері келіп отырады. Олардың хадистерде айтқандай Аллахум архамху, Аллахум гфир ләху деп дұғасын айтып отырады. Оның үстінде бұл қадір түнінде қадір сүресінің үстіндегі аяттарының мағынасында айтып қойды емес пе? Егер аятты басына бастап бір ескеріп өтетін болса, бастағымыз білді. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Алла Субхану ва Тағала айтады пайғамбарымызға, біз Құранда қасиетті қадірлі қасиетті түнде түсірдік.
Лейлатул Қадр, яғни қасиетті түнді не екенін сіз Хабиб досымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сіз білесіз бе не екенін, оның қандай екенін? Біз мысалға айтамыз ғой, өзара бір-бірімізге бір мықты бір тауар сатып алып келсек пе, оны танымай тұрған адамға өзі мына затты білесің бе не екенін дейміз ғой. Пайғамбарымызға Алла тағала айтып жатқандай, сен өзі Қадыр түні жайында хабардарсың ба? Білесің ба осы түннің қандай екендігін? Лейлатул Қадр хайрун мин альфи шахр. Бұл мың айдан да жақсырақ болады. Бағанағы айтылып жатқан өзіміздегі 83 жыл 4 айдан да жақсы. Қай жағымен айтсақ та, төрт түрлі риуаятта келтіріп жатыр. Бірде тек қана жаңағы қылышын көтеріп соғысқан десе, екіншіде сол күндізінде құлшылықта болады екен, соғыста болады екен де, түнінде құлшылықта болады екен. Бұл біздің жасайтын құлшылығымыз одан да жақсырақ екен. Үшіншіден, сол не жақсылық істесе де, мейлі сол кезде ол да Құдайға дұға қылды, ол да намаз оқыды, ол да ораза тұтты. Бәрінен де біздің осы Қадыр түнде кешінде күтетін түннің сауабы бәрінен де асып кетті. Сондықтан ғалымдардан келтіріледі ғой. Бұл Қадыр түнінің кешесі алдыңғы үмметтерге де болды ма екен, әлде біздің Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметіне ғана құсус ерекше арналған ба екен? Дегенде екі түрлі көзқарастар айтылады. Біріншісі біздің үмметке ғана тиісті. Ол алдыңғыларға бір күнде 83 жылдың сауабын, мың айдың сауабын алып кететіндей мүмкіндік болмаған оларға. Тек бізге ғана бұл нәсіп еткен деген көзқарас айтылады ғалымдардан. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үмметін тексеріп қарады дейді. Қараса жасы азық уақыт өмір сүреді. Көбіміз 70-80 алдыңғыларды естіп жатамыз. Мәселен, Нұх пайғамбардың уағыз насихат жасаған жылы 950 жыл болды. Адам алейхиссалам қанша өмір сүрді? Ұзақ жыл өмір сүру мүмкіндігі болған еді дейді олар. Бізге ондай қандай нәсіп етсін? Айтып жатырмыз бағана, сен балағатқа жеткенде 15 жасында қылыш көтеріп ұстаған болсаң, ар жағында 85 жыл өмір сүресің ба, сүрмейсің ба, оның үстіне бір кезде әлсіреп қалуы мүмкін, Алла жолында күресе алмай, таптанып қалып, барамай қалуы мүмкін. Ондай болу қайдан болсын? Сондықтан бұл осындай бір қобалжып не қылған кезде бізге бір түнді бүкіл сол мың айдан да артығырақ болатын бір түнді Құдай беріп қойды дейді. Бір түннің өзінде. Екінші Разидан келтіреді, оларда да ондай қасиетті түн деген нәрсе болған. Біздің пайғамбарымыздың алдыңғы үмметтің ұстанымында оларда да болған деген көзқарастар айтылған. Енді біз осы түнді құлшылықпен гүлдендіріп, тірілтіп отыруымыз, жаңа айтылып кеткен нелерді сақтауымыз керек. Бұл сөз, жаман анекдоттар, ұят сөздер, көріксіз нәрселер, ұят, ғайбат, тұқматтарды айтпауға тырысуымыз керек. Бұл ораза бізді тәрбиелеп, бір ай осылай тәрбиелеп етсе, әр түнді біз Қадір түнінде бесінде біз деніп жүрген болып осылай тәрбиеленсек, біз қалған 11 айымыздың бәрінде міне солғымыз керемет көркем адам болып қалушы едік негізі. Иншалла сол нәсіп етсін бүгінгі күнде де сол Қадір түні болуын. Осы жерде бір сұрақ. Нұрсұлтан тағы айтыңыз. Сұрақ болып тұр деймін осы жерде. Енді Қадір түнінде періштелер түседі деп айтылады ғой. Аятта келеді, Құран аяттарында. Соған байланысты айтып берсеңіз. Мен сөзімді үзіп қойыппын ғой. Алла Субхану ва Тағала аяттың жалғасында айтып жатыр. Ләйләтул Қадр кешесі мың айдан да артығырақ деді. Тәнәззәлул мәләикәту вар-руху фиһа. Бұл түнде, бұл кезде періштелер түседі.
Періштелер әслінде біз білеміз, Құран оқитын болса, Құран оқығанның қасына періштелер жиналып алатындығын айтылады. Сахабалардың риwayetінде келтіреді, бір сахаба Құран оқып отырған кезінде қасында жас баласын қойып, атын арқандап қойғанда, аты бас беті жаздап үркей бергеннен кейін Құранды жауып қоя қояды. Пайғамбарымызға айтылған кезде жаңағыдай періштелер түскендігін айтылады. Мұны осылайша періштелер бұл қадір түнде түскені соншалық, тәнәззәлул мәләикәту деп Алла тағала айтып жатыр, бұл соншалық олардың саны көп, жер бетіндегі майда тастан да көп. Олардың жерге түскені. Бүкіл періштелер жер бетінде. Алла тағала бізге берекетті, берекені рызықты түсіреді екен, сол кезде олар да қасында сонымен бірге жер бетін кезіп жүреді дейді. Сосын кейін аяттың жалғасында «Уар-руху» деп келтіреді. Періштелер де түседі, рух та түседі. Рух деген не ол деген кезінде біздің тәніміздің бойымыздағы рух деген емес, оны ғалымдар айтады. Бұл Жибрейілдің өзі деп айтылады біріншіден. Жибрейілді осылай жеке атау, оған деген оның мәртебесін көтеруді білдірген. Екіншіден, Назиғат сүресіндегі мысалға дегенде жанды суырушы періштелер, мұсылманның жанын әдемі алатын періштелер болса, жаңағы Алланы танымаған, Құдайды сенбеген адамның жанын ауыртып алатын арнайы бөлек бір періштелердің тобын айтып жатқаны бар Құранда мысалға. Бұл сияқты бір ерекше бір ретінде де саналуы мүмкін дейді. Рух дегеннен мұрат. Бірақ оны көп орындарда Жибрейіл періште екендігін айтылады. Сонда бүкіл періштелер, бұндай Жибрейіл періштеде жер бетін кезіп, қай жерде мұсылмандар жиналып, Алланы зікір қылып, ол жерде Алла Тағалаға ақырлы уағыздар айтылып жатса, хадистер айтылып жатса, қайыр ихсан, жақсылықтар, садақалар, дастархандар жайылып жақсы нәрсе болып жатса, я Аллахым, мұны пенделеріңді кешіре көрші, өз рахымыңа ала көрші деп дұға қылып отырады дейді. Періштелер адамдардың пайдасына дұға қылып болады. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Раббысының Алла Тағаланың ізіне рұқсатын алып бүкіл жер бетіне періштелер түседі. Саламун хия хатта мутла'ил фajr. Таң атқанға дейін тып-тыныш, берекетті, тыныштық орнап, жақсы болып тұрады дейді сол кезде. Яғни шайтандар кісілерге ол өз бір азғыру жұмысын жасай алмай, тып-тыныш, жақсы болып тұратындығын айтады. Мұны таң атқанға дейін екен, таң атқаннан кейін кеш болып қалады екен. Бар құлшылығымызда демек бүгін түнде иншалла қадір басталып жатса, таң атқанға дейін түнді гүлдендіріп өтуге тырысуымыз керек екен. Жаңағы жылдың 365 күннің 364 күннің барлығын адам бостықпен өткізіп, осы қадір түнде ғана жинап қалу деген емес екен. Дәл болса 30 күннің барлығын гүлдендіріп осылайша құлшылықпен өткізуге тырысуымыз керек екен. Жаңағы сөзді жаттап аламыз. Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фаъфу анна деп көпшілікке айтатын болса, Құдайым бізді кешіре көр, сен кешірімді затым деп айтатын боламыз. Жаңағы хадисте айтып жатырмыз. Алла Субхану ва Тағала дұғамды шынайы қабыл қылады деген ниетпенен, ықыласпенен, сондай берілген түрде дұға жасауымыз керек. Әрі келесі бір хадисте пайғамбарымыз айтады ғой, قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Рамазан айының толғы 30 күннің ішінде кім Алла Тағалаға оразаны тұтқан кезде шын ықыласты түрде әр осы істеп жатқан амалынан сауап түседі деген түрде жасайтын болса, алдыңғы өткен күнәләрін бәрі кешіріледі. Кішкене майда күнәләрін бәрі кешіріп кетеді. Тура сол
секілді Рамазан айының қиямдық түнділік оқылатын намаздарын Алла Тағаладан сауапты үміт қылған түрде, әрі Аллаға нақ сенген түрде ораза тұтатын болса, осы Рамазан айында оның өткен кеткен күнәлерінің бәрі кешіріліп кетеді дейді. Тура осы риwayеттің көлемінде فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليلة القدر кешесінде Алла Тағалаға сауапты үміт етіп, сауап болады. Әрі Аллаға сенген түрде осылай түнде өткізетін болса, оның алдыңғы өткен күнәлері кешіріледі. Мына осы хадистерді біз ескеріп, осы айтылған жайында хабардар болсақ, біз сөзсіз түнді гүлдендіруге тырысамыз, құлшылықпен дамытуға тырысамыз. Жақсы зікір айтып отыруымыз керек. Алла Тағалаға тіліміз қайта дымқылданып тұру керек зікір айтуменен. Осы қасиетті түнін күтіп алу деп есептеледі. Міне бұл Алла Тағала күнін күтіп алу деп есептеледі. Жалпы түсінікті болды. Өте қажетті ақпараттармен бөлістіңіз. Сізге Алла разы болсын. Ал онда Нұрсұлтан бауырым, Алла сізге де разы болсын. Осындай қасиетті түнді болсын екен деп осындай ұйымдастырып отқаныңызға да, әрбір тыңдап отқан бауырларымызға да бір техникалық қателіктер болып жатқан шығар, сөзіміз кейде үзіліп жетпей жатқан шығар, барлық кемшіліктерінен ғафу етіп кешірім етіп қоямын. Бұл күндерде кім бір-бірін кешіре білсе, Алла Тағала біздің күнімізді кешіретіндігін ұмытпайық. Және бұл мейірім айы, кешірім айы, әрбір жақсылық бұл айда 700 дейін көтеріле беретін ай. Сол үшін жақсылық істеуден тайынбай, әрбір жақсы жағымен өмірімізді Құдай нәсіп етсін бауыржанымыз. Әмин. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, ассаламу алейкум. Алла разы болсын.